Ассалаумағалейкум достар, бүгін мен тез әрі оңай дайындалатын лепешкені жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сары майға ыстық су және сүтті құйып жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз және секер қосатын боламыз. Одан кейін аздап қана сұйық майды қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін иіліктен өткізілген ұнды салып, жақсылап қамыр иілеп алатын боламыз. Қамырымыз иіліп болған соң осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Одан кейін бұл бөлшектерді осылай дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Майсыз табаға осылай қуырып алатын боламыз. Жай отта қуырып аламыз. Сол кезде іші жақсы пісетін болады. Одан кейін лепешкаларымызге осылай майымызды жағып алатын боламыз. Осындай дәмді, керемет, тез әрі оңай жасалатын лепешкамыз дайын болды. Жасап көріңіздер.